Содан деген ДВ-дің ішінде қорғауға құқығым бар деп қорғаушы сұрадым, берген жоқ. Арызбен таныстырған жоқ. Сразу сол жерде куәсің деп мен жауап беруден адвокатым сіз бас тартамын деген неге қол қойып алды да протоколға, без видео, без ничего, без видеофиксации. Сосын алды да сен күдіктісің деп, уже қазір қамаласың деп, мен екі құттай 9 жасар, 3 жасар қызымның көзінше мені алды да осындай таскать етіп жүр. Алды да одан 2 сағат бойына неге апарды? Қысым көрсетіп жатыр. Короче, психологический давление жасап жатыр ғой. Меня тут пытают, да? Мойында деп тұр ма бәрін? Мойында дегенде болды, сен қамаласың деп уже психологический пытка жасап тұр. И надо же. Сәлеметсіз. Айтып жібересіз іс бойынша. Қандай іс бойынша? Мына блогер салды, алиментшіге шығып жатыр ғой. Сол бойынша бүгін енді қазір шығып жатқан алиментке қамалды деп, екеу қамалды деп, РВС-қа деп, то неге следственный изоляторға қамалды деп уже ақпарат келіп жатыр. Сол бойынша. Алименттік жерге шығып жатыр ма сондай? Иә. Онда ол бойынша менің қорғауымдағы Ыдырысова қыз Аманжолқызына қатысты бүгін 6 маусым 2025 жылы Атырау қаласының мамандарға тергеу сотының қаулысымен 2 ай мерзімге қамау бойынша қаулы шығарылды. Бұл қаулы біріншіден негізсіз, екіншіден заңсыз деп санаймын. Себебі күдіктіге қатысты ұлттық шарасын қолдану туралы тергеу органының өтініш хаты Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексінің 147 бабының 3 бөлігіне сәйкес уақытша ұстау, қамауда ұстау уақыты аяқталғанға дейін 8 сағаттың ішінде тергеу сотына түсірілуге тиісті еді. Ал бұл мерзім процестік кодекспен белгіленген мерзім сақталмаған. Ыдырысованы қаулыда көрсетілгендей 4 маусым 2025 жылы сағат 17:03 ұстаған. Ал бүгінгі прокуратурамен келісілген бұлтартпау шарасын қанағаттандыру туралы өтініш хаты тергеушінің сағат 12:57-те тергеу сотына түскен. Уақытша қамауда ұстау уақытының бітуіне 4 сағат 6 минут қалған уақытта біткен. Бұндай жағдайда судья бұл материалды қарауға құқығы жоқ еді. Кері қайтаруға тиісті еді. Сонымен қатар осы Қазақстан Республикасының жоғарғы сотының бұлтартпау шараларын санкциялаудың кейбір мәселелері туралы 2020 жылғы 24 қаңтардағы нөмір 1 нормативтік қаулысының талаптарында көрсетілген қандай жағдайда күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шараларын қолдану туралы. Осы өтініш хатта күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын қолдану туралы өтініш хатта Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексінің 136-138 баптарындағы көрсетілген мән-жайлардың ешбіреуі анықталған жоқ. Тек қана жәбірленушінің осындай менен ақша босалады деген арызы, сосын ғана берген жауабы ғана бар. Бұл енді осы соттың судьясы Даум қаулы шығарылғаннан кейін менің қойған сұрақтарыма берген жауабы
берген сұрағыма берген жауабы қаулыда Идрисованың ұсталған уақыты 17:03 минутта көрсетіліп тұр. Сіз оны неге қарадыңыз? Прокуратура тарапынан заң бұзуға орын берілген деген сұрағыма судья өзінің ойынан шығарып, оны кешкі сағат 8-де ұстаған деп өзінің уәжін айтады. Ал сонымен қатар осы тоқтату шарасын қолдану туралы қаулыға прокурор 10:54 қол қойған. Оны айтқан кезде қол қойған материал сотқа 12:27 түскен. Бұл бойынша қойған сұрағыма судья материал сотқа сағат 10-да түсті деп өтірік айтуға мәжбүр болды. Мұндай заңсыздық Қазақстан Республикасының қай жерінде бар екенін білмеймін. Атырауда орын алған жағдайлар деп толық айтуға мүмкіншілік бар. Ойына келген істеу деген бұл. Банағы мен айтып тұрған Қазақстан Республикасының жоғары сотының нормативтік қаулысы Атырау қаласының мамандандырылған тергеу сотының өздерінің керегінше пайдаланатын көмекші құрал сияқты қазір жағдайда. Сонда ол жоғары соттың нормативтік қаулысы кім үшін шығарылған, не үшін шығарылған, қылмыстық процестік кодексі кім үшін, не үшін жазылған? Онда олай болатын болса, менің пікірімше, әркімнің өзінің пікірімен әркімге қатысты шешімдерін шығара беруге деп ойлаймын мен. Тап осылай болатын болса, онда бізге Қазақстан Республикасының парламентімен қабылданған, президент қол қойған заңдардың, кодекстердің ешқандай қажеті жоқ деп ойлаймын. Әркімнің өзінің кодексімен, өзінің конституциясы бар болуға тиісті. Тап осындай жағдайда. Қазір кезде мен көріп тұрғаным сондай жағдайдың куәсі болып тұрмын бүгін. Рас па? Бұл жерде күдікті болып танылған Идрисованың кәмелетке толмаған 2 баласы бар. Және медициналық құжатпен бекітілген 10-11 айлық мерзімдегі апталық 10-11 апталық мерзімдегі жүктілігі көрсетіліп отырған құжаттары бар. Солай бола тұра судья осындай шешім қабылдап отыр. Енді бұл сот өзінің шешімін негіздеуге міндетті, тиісті. Енді алдағы уақытта облыстық соттың қылмыстық істер жөніндегі сот алқасына апелляциялық шағым беретін болады. Енді Атырау облысының облыстық сотының қандай дәрежеде әділ екендігінің өлшемі көрінетін бар деп ойлаймын. Менің айтарым осы. Бір сұрақ болады ма енді, компетенцияда ма, сіздің жоқ па? Бірақ та мына Такиток деген оқиға, бәлем потерпевший, кәмелетке толмаған балдарға үй қамаққа беріп жатыр. Мына барыгылар ұсталып жатқан үй қамаққа беріп жатыр. Сонда ондай қатты қылмыс па мынау деген? Қалай ол сонда? Қалай түсінуге болады? Мен басқалар үшін жауап бере алмаймын. Бірақ біздің Қазақстан Республикасында құқықтық прецедент деген ұғым бар. Ол ұғым менің пікірімше соттардың өзінің керегінше пайдаланатын ұғым болып тұр қазір жағдайда. Ал банағы Такиток, Барига дегендеріңіз, олар енді мен білмеймін олардың қандай қылмыс жасағанын. Бірақ заң бәрі бірдей ортақ қолдануға тиісті. Құқықтық прецедент болғаннан кейін сол есепке алынуға қажет еді. Бір конституция, бір кодекс қой. Бұл жерде ондай құқықтық біріздікті көріп тұрған жоқпын мен.
судьяның жеке пікірімен заңды өзінің керегінше қолдану әрекетіне жол беріліп отыр. Рахмет. Мына соттың қасында тұрып біздер енді ол действительностьте өзім корреспондент болғанымен бүкіл оқиғаларды деген көріп жүрмін. Қазіргі бізде мошенниктермен толып кетті ғой. Пәлен адам деген мошенниктердің қолдарына түсетін кәдімгідей бар ғой. Пәлен миллиондап есептегенде 100 адам, 200 адам, адал школада бар, мектебі али деген ол деген созбалап жатыр, али ешкімді қамаған жоқ, ешкімді деген естіген жоқ. Ал қалай ойлауға болады? Соттар сізге сұрақ, сонда үйді жіберуге үй қамаққа изоляторға. Ал біздің балдарымызды олайтын рыбалар үй қамақта отыр. Қалай сіз қалай үлкен сұрақ. Бізді ешкімді ақтап отқан жоқ. Сот өзінің активісін береді. Бар. Бірақты бүгінгі күні деген неге барыгалар үйде жатыр? Неге мошенниктар үйде жатады? Қыздар, сіздер мұнда вызовқа нешеде келдіңіздер? Неше минут болды тұрғандарыңызға? 0:44-те келдік. Сағат неше болды қазір? Сағат неше тұра ғой сізді? 04:21, да? 40 минуттай тұрсыздар, да? Сіздерге не айтты жаңа? Ковбой күтеміз деп. Ковбой бар ғой іште? Бар ғой да, ішінде ковбой жоқ ғой? Біз ол кісілер көрген жоқ, біз ковбой бар жоғын. Ковбой бар ғой жаңа апарды ғой бізді. Сол, иә. Айыл ковбой келсін деп. Айыл ковбой келеді, сол кезде шағылады деп. Біз ол кісілерге жағдайын түсіндіріп айттық. Шығармайды? Жоқ, шығармаған да енді. Больница тасымалдау керек деп айтты ол кісіні. Иә. Больница тасымалдау керек деп айттық. Жағдайын түсіндіріп айттық, іште қалдыра алмаймыз деп. Больницаға міндетті түрде бару керек деп. Енді ол кісілер ковбой болмағасын Жібере алмаймыз дей ма? жібере алмай тұр. Енді бәрі қалай ковбой келеді, солай алып шығады. Біз қалай бар, солай айттық. Науқасты қалдыра алмаймыз, больницаға бару керек. Енді басқа бізде амал жоқ енді күткеннен. Оны ковбойды аяқтан тіреп дейсіздер. Біз алғасын медициналық жәрдем. Рахмет. Саламатсыздар, сіз есіміңіз кім бос? Есім Серікбат. Құндыздың күйеуі болған. Қатар айтасыз есімін? Құндыздың күйеуі болған. Біздер Огын дейтін үйде болдық. Үйде жатқанбыз. Аяқ астынан кетті, бәрін салып алып кетті. Ал оны не үшін неге екенін, оның ешқандай дәлелсіз, дымсыз бізде ақша алынған анау-мынау деді, бірақ үйден ешқандай ақша шыққан жоқ. Және ол жерде бүгін жаңа сотқа келіп тұр, сотта да ол кісінің өзі 2 айға қамаққа алғанын айтып отыр. Оның дейтін аяғы ауыр болса да, және біраз аурулары бар, токсикозы бар, больницаға қаралып жүргені бар. Біздер Кәмелетке толмаған 2 бала. толмаған 2 қызы бар. Енді оның бәріне ешқайсысына ештеңе қарап тұрған жоқ. Енді солардың бәрін ескерулерін сұраймын. Соларға неден прокуратурадан, судьялардан. Ақша табылған жоқ сендерде? Жоқ, ақша вообще ешқандай ештеңе болған жоқ. Бұл біреуді вымогать ету, бірдеңе Құндыздың енді өзінің жұмысы, видеоға түсіреді, не істейді, әр жерде заңсыздықтар орын алса, соны түсіріп әлеуметтік желіге шығаратын. Бірақ сол күні нақты үйден ештеңе табылмаған да ақша? Ештеңе де табылған жоқ. Вообще полный не жасады. Обыск жасады? Обыск жасады. Ана нені Қытай қыз что-то неге қаралды деп жатыр ғой? Басына дейтін, басына мен ол кезде көре алмай қалдым, бірақ сол жерде айқай-шу болып жатқан уақытта басына соткамен ұрды деді. Кім ұрды? Сотка құлап кетті деді ма, сондай бірдеңе болды. Жоғарыдан оны нақты көрмегесін, нақты айта алмаймын, бірақ оқиға болды. Полиция сотруднигі сондай жағдай болды, оны дейтін біз больницадан естедік. Алдында да? Ол жерде видео түсіріп жүрді ма сотрудниктер? Видео түсіріп жүрді, полный видеомен бәрі солай болды, солай көрді. Все, рахмет.